Бұл өзіміздікі өндірісті. Kia әулетінің флагманы, нан табары, бетке ұстары, сөзі өтімдісі, сүйікті кроссоверлеріңіз Kia Sportage жаңарды. Түрін қараш. Биыл Kia зауытында Қостанайда ресми құралып жатқан автомобиль. Не келіп, не кетті. Плюс-минустарының барлығын егжей-тегжей айтып берем, ал сіз арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келістік пе? Кеттік онда. Ал алғашқылардың бірі болып, су жаңа Sportage дизгіндеп келем. Ешқандай вау эффект күткен жоқпын. Себебі жүріс мінезі, тартысы барлығы болжам деді. Бұл терең рестайлингқа қарағанда жеңіл фейслифтинг алған модель. Платформа сол қалпында, тек келбетін реттеп, саудаға қайта қойды. Қазір сол жайында сөйлесек. Базар жоқ, келбеті нағыз эволюция. Алғашқы Ford тәріздес квадратты Sportage'ді естеріңізге алыңыздар. Мынандай келбетке жетеді деп кім ойлаған? Бұл уақыттың талабы. Тура Саренто братанның аузынан түсіп қалғандай. Бумеранг тәріздес оптикасы, бампер формасы, радиатор торы енді вертикалды стильде орындалды. Проекциялы алдыңғы LED оптикасы 4 линзадан тұрады. Артқы шырағы комбинацияланған диодты. Біздегі нұсқасы X-Line Plus деп аталады. Бұл жерде кәдімгіден өзгешеліктері бар. Рейлинг, күңгірттелген эмблема, радиатор торы қараланған. Мына радиатор торын қараш, арасына саусақ емес, адамның басы сыйып кетеді ғой. Радиатордың өзі тікелей шыбын шіркейден қорғалмаған. Үлкен жылдамдықта тас түзу келіп тиетін болса, тесетіні анық. Бірақ бұның шешімі бар. Баяғыда ауылдағы Audi Passаттардың алдын кардонмен жауып қойушы еді ғой. Сол сияқты жаба салу керек. Ал егер ол колхоз десеңіз, сәл қымбаттау, шығыны бар шешім бар. Porsche 911 аласыз. Моторы артында, есесіне бұл проблемадан түбегейлі құтыласыз. Әзіл әрине, бірақ мына автомобильді жаңа күйінде алатын кезде сату менеджері сізге қып-қызыл ақшаға доп опция ретінде алдына радиатордың бетін сеткімен қаптап беруді ұсынады. Инженерлер де ақымақ емес, оның барлығы есеппен жасалған. Сіз ол сеткіні жапсырып, алдынан циркуляцияны нашарлатасыз да, артынан мотордың қызып кетуіне әкеліп соғуы мүмкін. Шанақтың негізгі 8 түсі бар, оның 3-еуі жаңа. Ішіндегі ең ерекше көркемі ол шолудағыдай Heritage Blue. Мына дискіні қараңыздаршы. Мынаны жасаған адам геометрияны 5-ке оқыған сияқты ғой, түрі құдды айдың бетін кезуге арналғандай. Модель 2026 жылға, артқы жағы да жеңіл фейслифтинг. Оптикасы өзгерген, бампер формасы басқаша жаңа айтқандай, бірақ комбинацияланған шанақ түсі өте әдем көрінеді екен. Қараңыздар, төменгі жағы қара, үсті көк. Кияға ескерту, неге барлығын диодты қылып жасадыңдар да? Нөмірдің подсветкасына қарапайым сары лампочканы қалдырып қойдыңдар. Жарайды, қоя берші. Сходу жүксалғыш жайлы айтып кетейін. Электрожетекпен әрине, сыйымдылығы өзгерген жоқ. Артқы қатар орындықтарды мынау тартпаның көмегімен жатқызуға болады. Астында 19 дюймді толыққанды қосалқы дөңгелек және де бос кеңістіктер. Жүксалғыштың қосалқы пердесі бар, қабырғасы жыныңа тиетін тез сырылатын арзан пластик, 12 вольтқа адаптер көріп тұрмын. Қара, тіпті жүксалғыштың өзіне диод қойған ғой. Sportage'да ағасы Сарентодан бір саты төмен тұратынын жақсы білеміз. Тек көлеммен жүрісі демесең, мұнаның позициясы кәдімгідей бір сатыға жоғарылаған сияқты. Салон материалы, сапасы, кеңдігі, опциялары, комфорты жағынан Сарентодан қалыспайды. Сенімді, сыйымды заманауи көлік. Жаңартылған Sportage сонау 2024 жылы таныстырылған, ал біздің нарыққа биыл ғана еңбектеп әрең жетті. Автомобиль ресми түрде сатылып жатыр. Қазір Қостанайда жақында ғана ашылған Kia зауытында құралады. Енді логика бойынша автомобиль бізде құралғасын бағасы арзан болу керек қой. Мынаның бағасын ойбай арзан деп айта алмадым. Ең төменгі 2 литрлі алдыңғы жетекті комфорт жиынтығының құны 16.490.000 теңге тұрады. Дәл сол жиынтыққа 500.000 теңге қоссаңыз, толық жетекті қосып береді. Ал шолудағыдай X-Line Plus деп аталатын максималканың құны, дайындалыңыздар,
22 миллион теңге. Айтпақшы, автомобильдің жиынтығымен егжей-тегжей танысам десеңіз, Колеса KZ қосымшасын жүктеңіз де жаңа автоайдарын пайдаланыңыз. Колеса KZ автомобильді сатуға және сатып алуға ең ыңғайлы мобильді қосымша. Жарқырап қойды, жағда қантылап қойды, бағда жеңіктер қойды, өзіме қарама қойды, бағда қасызып қойды, үзікке жылма қойды, мағына қалаған тойды, өзгеге ойлаған ойлар, мағына қалаған тойды. Елестетіп көріңізші, қалтаңызда 16,5 миллион теңге бар. Су жаңа спортыйж алуға салонға келіп тұрсыз. Бірақ сізге ішінде дымы жоқ бомы жиынтықты ұсынады. Дәл сол сәтте үстіне 4-5 миллион теңге қоссам максималка алып тұрмын ғой деп айнайсыз. Ары қарай не болады? Дұрыс, қалтамда 22 миллион теңге тұрып, спортыйж алғаным ақымақтық емес пе? Дәл сол сәтте қасында тұрған Саренто саған қарап көзім бір қысады ғой. Сонымен не аларыңды білмей, дүбәра болып үйіңе жаяу қайтасың. Спортыйж құны бауыры Тусаннан неліктен сонша қымбат? Менімше бұл модель фанаттарына арналған қармақ секілді. Осының арқасында шығар Тусан нарық лидері. Жылына 20 мыңнан астамы сатылып жатыр. Ал мынаның сатылымы содан 2 есеге аз. Қап, Kia, мен сенен турбо моторды күттім ғой. Неге GDI-ді жер жаһанға тықпыштай бересің? Агрегаттары өзгеріссіз. Сол баяғы 2 литр MPI бойында 150 жылқысы бар, және де мынадағыдай 2,5 бойында 190 жылқысы бар. Осы екеуі таңдауда. 2.0 алуға кеңес бермеймін, себебі денесін әрең сүйрейді. 2,5 қалаға пайдет. Ойлаш, 22 миллион теңгеге су жаңа максималды жиынтықтағы спортыйжды алдың, капотын ашып қалсаң, мынандай таяқ тұр ғой. Мынау не деген үнемдеу, сұмдық қой, бір газ торсионын қоя салмадыңдар ма? Соп-софақ меңгерік формасы, интерьері құдды бір ұшатын тарелканың іші сияқты, бірақ тартысы ұшатын тарелкаға мүлдем ұқсамайды. Аңырап келе жатыр. ЗАЗ Шанс деген автомобильді білетін беңіздер, тура сол сияқты тартады екен. Естеріңізге салам, біздегісі 2,5 литрлі GDI бойында 190 жылқысы бар. 8 сатылы автоматпен бірлесе жұмыс жасайды. Мұнадан кейін 2 литрдің қалай жүретіні маған тіпті елестетуге қорқынышты. 12-де 3 дюймді мультимедиа дисплеймен саймандар панелі, шайба тәріздес, қорап селекторы. Спортыйж тарихында болмаған проекциялы худ дисплей, қараланған рейлік және де үлкен панорама. Ерекше сенсорлы мультимедиа мәзірмен 2 аймақ климат бақылау блогы. Формасы өзгеше рөл дөңгелегі, оның артында қос олу жапырақтары, бетінде Terrain мод және де Drive мод. Салонда лаксыз декоративті ағаш және де эко былғары. Жаңа айтқанымдай, спортыйж айдайтын ағайындардың алдында худ дисплей пайда болды. Енді бұл ақпараттарды жолақтың барлығын алдыңызда жарқырап көрсетіп тұрады. Kia қателігін түсінді ғой деймін. Мынау декоративті ағаштың беті бұрын қара роял лагымен көмкерілген болатын. Беті былғанып, саусақтың ізі қалатын. Стильді өте ерекше формада орындалған моно спицалы рөл пайда болды. X-Line жиынтығында ғана артында қосу алу жапырақтары болады. Оң жағында мультимедиаға жауап беретін батырмалар мен Terrain мод батырмасы, сол жағында жолақта ұстау, круиз бақылау сияқты функцияларды басқаратын батырма және оның астында Drive мод түймесі. Бір қарағанда ерекше болып көрінетін мынау мультимедиа мәзірі мен климат бақылау блогы Kia айдайтын жігіттердің наразылығын тудырды. Назарың басқа жаққа ауып тұрғанда, кейде өлеңнің дыбысын шығарам деп мынаны бұрап қалсаң, пеші ысып кетеді. Сол үшін мынаны әрдайым өзгертіп отыруға тура келеді. Артқы қатарда ештеңе өзгермеген, бірақ орта өлшемді кроссовер үшін орын кең екендігін айта кетпеу күнә болар. Ортада шынтақ тіреуіш, оның бетінде 2 стақан салғыш, маған ұнағаны арқасы реттеледі. Ұзақ жолға шыққанда қақайып жүрмейсің. Төбеңізде үлкен панорама, оның қаптауы мынандай қара замша тәріздес матадан. Айтпақшы, аудио жүйесі премиалды Harman Kardonнан. Спортыйж нағыз құдалыққа айдайтын машина екен. Мына жерге костюмыңды, мына жерге айкен пакетіңді ілдіңде құдалыққа тарттың. Айтпақшы, орындық арқасында да Type-C'ге телефон қуаттағыш бар. Сен тағдырға мүмкіндік берді тағы құдай. ADAC деп аталатын қауіптің алдын алу функциясы өте мінсіз жұмыс істейтінін аңғардым. Бұл автопилот емес әрине, бірақ сен үшін анаңдай алаңдайдай. Тұрақтан шығарда, қоярда, артыңнан адам өтіп баратса автоматты тежеледі. Соққының алдын алады, аралықты сақтайды. Қараңыздар, міне, өзі жолақтың ортасында ұстап кетіп бара жатыр.
Алдымыздағы автомобиль тежелсе, бұл да жылдамдықты бәсеңдетеді. Мәссаған таң қалдым. Қазақстан кроссовер нарығында біреумен тіресу оңай емес. Ал Sportage солардың арасында өз аудиториясы бар, саудасын жолға қойып алған, көптен үміт күтпейтін көлік. Сіздермен болған мен Нұрик Жеңіс, Қас колеса KZ арнасы, аман сау болайық.